Былай тұр. Қазір сен не ойлап тұрсың? Ақымақ қыз. Мынауың не айтып тұр? Мына жер ысып кетті ғой. АБК студия ұсынады. Аударған және дыбыстаған Әйгерім. 1000 жылдық махаббат. Үшінші бөлім. Өзіңді білсең, жігітіңді де білесің. Болды, тоқтат, қазір дуалды сындырасың. О не, мен барып тұрған ақымақпын. Мен оны тіпті күлдіре де алмадым. Бұдан ештеңе шыққан жоқ. Әзілің оған өтпесе, бұда сенің кінәң жоқ. Лей мырза, жеңіліп қалғанда да болашағымдан баған еді. Сен әлі жассың, көріктісің, тартымдысың. Егер сені генерал мырзамен салсақ, сенде әлдеқайда мүмкіндіктер көп. Солай ойлайсыз ба? Мен осыны шынымен де істей алды деп ойлайсыз ба? Сендер топтарыңа жаңа қатысушы іздеп жүрсіңдер ғой, ә? Мен оның не қалайтынын білу үшін, сендердің кәсектеріңді мен өзім жүргіземін. Оның артынан аңдудың жалғыз себебі, оның мінезін, не қалайтынын, немен айналысатынын білу. Ол әрқашан дор басынып жүреді. Оның жүрісі сенімді қадамдар. Аяқ астынан жақсы тәртіп. Оның бір ғана жақсы қылығы үшін, оны жұмсақ, әрі мейірімді деп айтуға әлі ерте. Маған беріңіз, көмектесейін. Мен жетіп қалдым. Сізді үйіңізге дейін жеткізіп салайын. Рахмет. Қарғыс атқыр. Мен тағы қателестім. Менің 1000 жылдық тәжірибем мені тағы таба қылды ма? Мүмкін мен оны бағаламаған шығармын. Мүмкін ол жақсы жігіт пе екен? Жоқ, артынан аңдығанымды біліп, мейірімді көрінгісі келіп тұр. Қайырлы күн, мырза. Қайдан келесіз, мырза? Дүкеннен. Бұл кім өзі? Аузыңды жап, алдында сөйлеме. Өзің сөйлеп тұрсың ғой. Балалар, не істеп тұрсыңдар? Көтеріңдер бастарыңды. Бәрі жақсы. Менімен амандасудың қажеті жоқ. Түсінікті ме? Көргенде де көрмегендей болып өтіп кете беріңдер. Иә, түсінікті. Үйге барғанша бірдеңе алып жеп барыңдар. Тек темекі емес. Түсінікті ме? Иә, әрине. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы барыңдар. Не болды өзі?
Бир жагынан карасаң бир нерсе билдиргендей. Бирок сен аларга акча бердиң. Не болду өзү? 전 그냥 길 Мен 가던 жай кетип 중이었죠. бара жаттым. Нуна, сиз не істеп жүрсүз? Мен биринчи сурадым, сондуктан сен биринчи айт. Эгер айналада жаман нерсе көргүң келмесе, оны да өзүң истеме. Эгер суракка жооп бергиң келмесе, суракка сурак койма. 오. Сен жумуш менен жүр эдиң, энди Нуна. Сен мага ынайсың. Дос боламызбы? Кездескенче. Жаңа заман келдиби? Мүмкүн барлык жаштар осулай сүйлөшөтүн болгонбу? Кудайым-ау, анан акырыс. Енді оны қайдан табамын? Қайда кетті өзі? Минжо. Мынау тағдыр ғой, барлық жерде кездесіп қаламыз. Келісесің бе? Мына қалатым кішкентай, таңғаларлық ештеңесі жоқ. Не істеп жүрсің? Бір жерге бара жатқам? Жалтырағанның бәрі алтын емес. Бәрін ұмытып қала берсең, асқабақтар үйіне барып келсең қайтеді? Менің ұмытшақтығымның арқасында екеуміз кездесіп қалдық, солай ғой, я? 아 근데 뭐 Біреуді іздеп тұрсың ба? Қасымда тұратын нақұрысты. Хип-хоп баланы айтасың ба? Мен оның қайда жүретінін білемін. 알지? Кеттік пе? Мына жауыз қонжық костюмін киіп алған адамды көріп тұрсың ба? 제가 얼마 Міне 전부터 ол 계속 сол. 저러고 있더라고. Неге ол мынандай жаман костюммен билейді? Ол жаман. 참 이상하단 말이지. Мен сендерге қалай билеу керектігін көрсетемін, еу. Мен оған қарсы тұруым керек. Бірақ қандай жолмен барсам екен? Маған жақыннан көру керек. Бізде тәтті йогурт бар, дәмді вафли, балмұздақ, жай өтпеңіздер. Бүгін мен саған қалай билеу керектігін үйретемін. Мынау не қылған ақпақ? 얼쑤 디리리리리리 얼쑤 좋다. Қарсылас? Менің кезегім. 헐, Мен оны мүлде әнді сезіне алмайды деп ойласам? Сен осылай істей аласың ба? 그럼 Ал 이런 거 былай ше. 디리리리리 얼쑤 얼쑤 호이자 호이자 좋다. 지화자 좋다. Мынау жаман емес. 얼쑤 Ей, алдында Грант Соудың басшысы. 숨겨져 있던 Мына костюм астында шынымен сол ма? Мынау 200 жыл алдыңғы цирк қойылымын есіме түсіріп жатыр. 생각날 정도로. Сен осылай билей аласың ба? Ей, сен бұл жерде не істеп жүрсің? 이 친구 누구야? Мына қыз кім? Мен екі адам жалдаған жоқпын. Рахмет сізге. Джуну, өте жақсы жұмыс істедің. Ана қыз кім еді? Келесі жолы бірге келіңдер. 한번은 같이 오지 그래? Ол қыз ба?
Біз жақын таныс емеспіз. Рас па? Сендер жақын дос деп ойлап, екеулерің бірге билегенге. Жарайды. Не болғанда да сен жақсы жұмыс істедің. Директор, бір өтініш сұрасам бола ма? Сіз маған, мен саған аванс бере алмаймын. Басқа кез келген нәрсе сұра өтініш. Тобым қойылым қояды. Соған жалға алған залдың ақшасын төлеу керек еді. Біз үйде дайындалып жатырмыз. Бірақ көршілерімізге бұл ұнамайды. Түсінікті. Джунжу, сен мен үшін өте жақсы жұмысшысың. Қане, ақша үшін арамызды суытпайық. Жарай ма? Сәттілік. Барлық адамдардың ішінен мына қыздың тура келгенін қараш. Неге ол менімен биледі? Ей, олай айғайлама. Бұл менің ең жақын құрбым Пәкнеонни. Құртшы мұна затты. Жорғалаушыларды ұнатпаймын. Сен тасбақалардан қорқасың ба? Мына оң қызық мағлұмат болды. Әлгі жалдамалы жұмысты басқаларға айтпай-ақ қойшы. Сен ұяласың ба? Неге өзіңді еркін ұстамасқа жаңа билегендей? Сонда басқаларға да сенімен сөйлесу жеңілдеу болар еді. Мені басқалар не айтатыны қызықтырмайды. Неге сен бұл жерге отырып алып ақыл айтасың? Егер ұнамаса, менің де сөзімді елеме. Неге енді тасбақа? Неге мысық немесе ит емес? Мен саған менімен құрдаса сөйлесуге болады деп айттым ба? Сен ештеңе түсінбейсің. Тасбақалар сүйкімді және әдемі. Сонымен қоса мысық пен иттер тез өліп қалады. Мен тасбақаларды ұзақ өмір сүретін болған үшін жақсы көремін. Сен де жалғыз көрінесің. Демек, сен де өзіңді жалғыз сезінесің бе? Сұрақты жауапсыз қалдыруға бола ма екен? Тұра тұр. Сен жараланғансың ба? Құлағанда жараланған болуы мүмкін ғой. Қане көрейін. Бәрі дұрыс. Қане жақ жүйрен. Ей, сен не істеп тұрсың? Қимылдама. Менің тәжірибеме сен. Соғыстан жақсы нәрсе жоқ мынандай жараға. Дұрыс айтасың. Мен де жалғызбын. Ата-анам қайтыс болған соң, мен жалғыз өмір сүрдім. Күрделі оқиға. Оқиғаның қарапайым, әлде күрделі болғаны маңызды емес. Адамдар үшін олар қашан әртүрлі. Сенің бұған міндетті секілді қарағаның дұрыс емес. Сондықтан айналаңдағы адамдардың да көңіліне қара.
Құдайым ау, қандай мықты бала. Ата-анасын жоғалтса да мүлде жылаған жоқ. 울지도 않고 저렇게. 아유. Әрі қарай алып кету керек болған сенің өзіңнің өмірің бар. Егер сен бұлай мұңая берсең, ешқашан жүрегіңе біреуді жібере алмайсың. Сенің қазір істеу керек болған жалғыз нәрсең осы. Егер сен қазір өзіңе жылауға рұқсат етпесең, болашақта бұған өкінетін боласың. Сондықтан қазір жақсылап жылап алғаның дұрыс. Өз ісіңмен айналыс. Біз оншалықты әртүрлі емеспіз. Сен ашуыма тиетін қызықсыз, қасыңдағыларды көрмейтін адамсың. Менің бұндай болған себебім бар. Мен көп өмір сүрдім. Әрине, сен менен үлкен емессің ғой. Кімге қанша жас бәрібір емес пе? Әлде сен адам емессің бе? Айтпақшы, бірінші кездескенде сен неге олай істедің? Не істеппін? Мені құшақтадың ғой? Себебі сен маған бір адамды есіме түсірдің. 오래전에 알던 사람이라. Ол саған қатты ұнайтын бе еді? Үшінші бөлімнің соңы. Бізбен болғандарыңызға рахмет. ВКонтакте тобымызда баға беріп кетіңіз. Егер сендерге біреуді есіме түсіресің десе, ешқашан ренжімеңдер. Бұл оның саған қызығушылығы бар екенін білдіреді. Соңғы кездері кездесіп жүрген бір жігіт маған біреуді есіме саласың деп айтты. Ол мені іздеу салынған бір әйелге ұқсатты. Маған таныс. Мен де бұрынғы жігітімнен осындай сөз естігенмін. Ол маған бірінші махаббатын есіне салатынымды айтты. Ей, мен сені бұрынғы деп қашан айттым? Ешқашан. Кім еді өзі? Лию ма? Чаньонсил ма? Құдайым ай, ұмытыппын.